Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің айтайық подкастымыздың алғашқы шығарылымына қош келдіңіздер. Бізде бүгін қонақта академиялық директоры Арман Темірқұл, директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары және ағылшын тілі мұғалімі Айжан Жапарова, лицейдің өміріне көп үлесін қосқан, қыздардың ең жақсы көретін ағайы және түрік тілі мұғалімі Саид Аркан. Лицей қабырғасындағы ең үлкен бөлшектерінің бірі ол құндылықтар. Осы лицейіміздегі маңызды жобалардың бірі подкасттың алғашқы шығарылымын осы ай құндылығына арнадық. Қазан айы құрметті дәріптеуге негізделген. Жалпы сіздер құрмет туралы жиі айтасыздар, тәрбие сағаттарын өткізесіздер және барынша біздерге жеткізуге тырысасыздар. Сіздердің ойынша құрмет деген не? Менің ойымша құрмет деген үлкен кіші деп қарамай адамдарға, кез келген адамға, айналаңдағы кез келген адамға бір сый-сияпат көрсету, оларға қошеметтеу, оларға адамгершілік қасиетпен сөйлесу, іс-әрекетіңді соған қарай жасау. Құрмет деген вообще негізінде менің ойымша бірінші өзіңе құрметтен басталады, ал өзіңе құрмет деген жаңағыдай шынымен де адами құндылықтарды бойыңа сіңіру, адамгершілік қасиеттерді өзіңде дамыту, осылар болған кезде ғана сен басқаларға құрмет көрсете алатын сияқтысың. Біз келісеміз де. Екен қарап тұрмын. Не істер білмей алдым. Қайырлы күн. Біз де өз ойымызды айтсақ, құрмет деген жалпы қалай түсінеміз? Құрмет деген жеке бір адамның басқа адамға, басқа бір халыққа болсын, басқа бір қоғамға болсын, былай тәуелсіз өзінің ойын, ол адамның ойын, ол адамның ішкі дүниясын барлығын құрметтей алатын және оның бүкіл мінезіне былай айтқан кезде бір ілтипат көрсету, қошемет көрсету арқылы соның ойын толықтай қолдамаса да оған өзінің толерантты көзқарасы десек те болады. Себебі адам деген біреуді құрметтеген кезде оны толықтай қабылдау керек та біріншіден. Ал адам егер қабылдай алатын болса, ол адамға деген қандай ойы болсын, қандай іс-әрекеті болсын, оны қабылдай алады деген сөз. Деген ойдамыз. Айтыңызға сізде. Құрмет sözü arına öte işinde manası ülken sözlerden biri. Onu hürmet arına adamdın özüne de hürmet boladı. Bırak hürmet olduğu için bir ikinci bir adam ile adamların arasında koğamda. Köp manası şunda köp nersege hürmet degen bizim yerekşe biz için manızlı bolgan misal flak kalakça kayıtım. Жалау. Son tuğ olsun, sosun, özümüzün kişiler olsun, hürmetin manası öte ülken. Bırak hürmet degende aldığımızdaki, kasımızdaki ile bir koğamdaki kişilerge jaksı körülmen birge özümüzün is hareketlerine kişkene şette koyup başka kişilerge ziyan keldirmemek tırsı siyaktı bular solay oylayman öz basımlay. Шынымен басқаларға зиян келтірмеу деген маңызды нәрсе сияқты. Сен өмір сүруің мүмкін, бірақ өзіңнің өмірің күшті болып жатса, басқаларға зиян тиіп жатса, ол уже құрметсіздік болып саналатын сияқты. Solay siyaktı. Şimdi soraklar kelgenşe daha da aşamız, bırak hürmet sözünden ben kişinin sonu kıskaça aytkanda sonu düşünemem. Көбісі құрметтен сөздің мағынасы емес, оның іс-әрекетте қолдану маңызды да. Мен бір адамды құрметтеймін деп айту оңай болуы мүмкін, бірақ ол шынында іс-әрекетімен көрсете алу маңызды. Қалай құрметтейсің? Ол айтқан пікірлеріне толықтай қолдасаң да, қолдамасаң да оны айтқанда байсалдықпен, жұмсалдықпен тыңдай аласың ба? Оның сөздеріне былай мағына мән бере аласың ба? Или оны бір іс-әрекет жасаған кезде оның іс-әрекетіңді былай қабылдай аласың ба сабырлықпен? Сол маңызды сияқты да, именно құрмет дегенде сол іс-әрекетте көрсету маңызды сияқты. Köp nerse şunda sola, yani biz okugan, öğrengen nerselerimizi is-hareket ol görülmesi onun katlı manası yok şunda. Ol tek kana bizim
bilim, informasiya ретінде басымызда болады, бірақ іс әрекеттен етмес, оның вообще пайдасы жоқ. Күрмет дегенде кейде бұлай, ол біздің ішкі дүниямызда сенеу керек. Yani ол қалай айтайым, onu қатты сеніп, onu öz ömrümüzde көрсету керек. Жақсы мағынасını өте жақсы түсіну керек. Yani кейде misal adamlar ойлаймыз, misal biz kimge hürmet көрсетеміз, неге hürmet көрсетеміз. Кейбір дейді, bir kişiden korkan için hürmet көрсетеді, misal. Солай көрінеді. Бірі өте tanımalı kişi, misal tanımalı bolğandıktan hürmet көрсетеді. Бірі өте ademi kişi, ademi bolğan için. Bırak sollar için hürmet көрсету керек be, ili adam balasına adam bolğanı için hürmet көрсету керек mi? Biz ne işte onda korkan için hürmet көрсетек, korkmasak birine onda hürmet көрсетmeyimiz. İli adamlarga kategoriye siyaktı. Biri ademi soğan hürmet көрсетем, ama adam emez, onun hürmet көрсетmeyimiz siyaktı. İli biri bay olan hürmet көрсету boladı, ana ne emez, onşa bay emez, onu көрсетmesen boladı siyaktı. Onday neler baykamay kalıptasak kededi siyaktı bizim nedimizde. Bırak ben öyleyim, hürmet degen ol adamga layıklı nersede, adam var mı Kasım aldığımızda? Ol adamga hürmet көрсету, bizge de jarasa da adam olgasın, ol kişiye de jarasa da otken ol da adam. Жаңағы шатастырып аламыз деген нәрсе күн историясы бар ғой, оқиғасы. Қожа Насырдың қонаққа шақырған кезінде асығып барады да ескі киіммен бара салады. Сөйтіп ешкім орын бермей қояды. Потом үйіне барады, жаңа киімін асырып келеді. Бәрі келіңіз, отырыңыз деп орын бере бастайды да. Сол кезде алдында тұрған сорпаға бүйтіп киімін батырады. Же шапаным же деп. Сен бәрі түсінбей қалып, неге өйтіп жасадыңыз дегенде, сендер мен емес, сендер киімді құрметтеп тұрсыңдар қазір дейді да. Сол үшін сондай әрекет жасайды. Адамдар иногда ол нәрсені шынымен шатастырып алатын сияқты. Дұрыс айтасыз. Yani sol. Ben misal bulay oylaganda özüm kişkene kolumdan kelgen şey sol nerseni baykal katırsamın. Misal balaga kürmet bolamı degen bir misal biz ötkene balalarmen cumhuriyemiz köpüsü. Bala dedi birinci bala bolganı için olan süyesin. Öz balan bolsun baskanı suyu gerekme. Jaksı körü gerek. Jaksı körü o bala bolganı için. Bırak kürmet körsetemiz. Ben misal şunu ben solay özüm oylayayım. O bolaşakta ülken bir abizatinle birine gekeledi. Yani bir tuğla boladı. Ya boladı. Sol için onun nesine bilip soğan kürmet körsetü bola deyip oylayayım. Yani Қарапайым ойын тыңдау, сөзін тыңдау, әңгімесін тыңдау. O da kürmet yani, o da kürmet. Yani sol. Kürmet degen sol. Yani tek kana kürmetten maksat işte Japonduklar ile Kıtaylar olsun, başka her bir memleketin kızık neler var bu kürmet gelen bulay. Selam de söylegen onda neler var. O tek mesele sol emez. O Aycan hanım aytkanday. Onun sözünü tındao, o sözü siz için manızlı bolsa, oğan bağalığı misalda. Sonday her birisi kürmet. Yani ayttım basında öte ol manası үлкен нәрсе шынында. Мынандай не ғой, еще бөліп қараған кезде өте көп ата-ана құрмет бар, туған жеріне, ұлттық рәміздеріне, мысалы әнұран айтқанда просто орнымыздан тұрып жүрегімізді ұстаудың өзі бір мемлекетімізге деген сол туға деген не де құрметтің бір белгісі. Сіз айтқанда жаңағыдай мысалы мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсеткен кезде адам жаңа ән айтқан кезде әнұран айтты, жүрегін тек қана қойып тыңдап сол құрметтік тек қана сол емес негізі да, бұл айтқанда оның астарлы жағында мен егер деген мемлекетімді құрметтейтін болса, мен мемлекет үшін не жасап жатырмын, сол маңызды да. Шынында мен қолымнан келгенше әркім өзінің жұмысымен, әркім өзінің қоғамдағы рөлімен сол қоғамға пайдалы нәрсе жасап жатыр ма, яғни мемлекетіне пайдалы нәрсе жасап жатыр ма, сол маңызды сияқты да. Себебі егерден адам деген тек қана мысалы туды ұстап алып желбіретіп, бірақ астарында деп мемлекеттің былай айтқанда ақшаларын жеп жатқан болса, онда оның құрметсізде қаншалықты маңызы бар, сөзбен, іс әрекетпен көрсету. Жаңа апай айтқандай Қожа Насырдың оқиғасындағыдай тек қана ол ішкі сыртқы көрінісінде ғана құрмет бар, бірақ ішінде бар ма ол мәселе. Ал егер адам ішкі дүниесінде құрметі болса, ол кезде ол деген
ол жерде адам көрді ма көрмеді маңызды емес, ол деген мемлекеттің істеріне адал болады, олардың ақшаларын ұрламайды, мал мүліктерін қорламайды дегендей, адамзатқа қиянат жасамайды. Сол арқылы құрмет деген нағыз сол да негізі. Ол тұрып тек қана жалбырау тумен желбіретіп ән айту емес та негізі. Ол сыртқы көрінісі ғана сияқты. Сол. Онда келесі сұраққа көшейік. Ал сіздер үшін оқушы кезіңіздегі құрмет ол не еді? Яғни мектеп кезіңіздегі құрмет сіздерге не болды? Менің оқушы кезінде ең көп естігенім құрметтің бірінші бастауы сәлемдесу еді. Ондай көп естідім, негізі оқушы кезінде де көп естідім. Лицейлердің көбінесе айырмашылықтары сол деп айтады. Кірген кезінде бәрі саламатсыз ба қастарына солай өтеді деп. Мен оқушы кезімде осы нәрсе шынымен де өте үлкен нәрсе еді. И так айтады ондай ең қызғаншақ адам сәлем бермейтін адам деп. Біз үшін ең бірінші нәрсе, ең көп айтылатын нәрсе осы еді. Қандай адам көрсең де, сен танысаң да танымасаң да адамдармен амандасу керек деген нәрсе. Бізде оқушы болған кезде, қазір де мектепте оқушыларға қараған кезде, апай айтқанда жаңа ерекшелік, мысалы сырттан бір адам келген кезде мектепке бір қонақ келсе, мысалы деген ұл балдар шығып ассалаумағалейкум деп бәрі жүгіріп артынан жүгіріп жүреді да бетіп. Сырттан келген адамдар таң қалады да, мысалы мә дейді, басқа мектепке барсаң тиіп қашып сен итеріп өтіп кетеді дейді да, былай айтқанда мына жерде келіп бәрі амандасады, сен танымайды, маңызды емес, кімсің, маңызды емес деп. И көп алғашқы мектеп кірген кезде қатты көзге бататын осы дейді да. Сол сияқты бізде де оқушы болған кезде бізге шынында бұған мән беретін еді да. Мұғалімдеріміз қатты үйрететін еді. Кім болсын, алдында деген ол оқушы болсын, ол деген ата-ана болсын, мұғалім болсын, амандасу керек ең басты деп. Және де ең есімде қалғаны шынында керек. Үлкен сыныптарға құрмет деген мәселе болды бізде. Шынында мысалы біз 7-ші класста лицейге түскен кезде 8-ші класстағы оқушыларды құрметтеу керекпіз. Андай да болуы мүмкін, арасында жасы сенен де кіші болуы мүмкін, бірақ ол маңызды емес. Олар аға деген бір статусы бар. Олар бір жас болса да бір класс жоғары болғаны үшін, сол үшін біз құрмет көрсететін едік. Олармен сөйлескен кезде біз сіз деп сөйлесудің даже мән беретін едік. Есімде бар, лицейге дейін даже ата-анама былай айтқан кезде сіз емес сен деп сөйлейтін болғаным ғой, бірақ сол лицейде оқып жүргеннен сол үйренгеннен кейін уже ата-ананы уже сен де аймайды екенсің, уже сіз деп сөйлесесің дегенде. Сол құрмет деген сондай элементар нәрседен де басталатын сияқты да, бірақ кейін жаңағыдай ішкі дүниеде қалыптасқан кезде ғана ол уже жемісін береді деген ойдамыз да. Біз мүмкін бөлік белгілейін, біздің поколение қалай айтады, қалай қазақша ұрпақ, біз жастық кісілер жақсы біледі. Кішкентай кезімізде біз қатты қорқтық, мұғалімдерден қорқтық, үлкен кісілерден қорқтық. Шынымен құрмет деген нәрсе қорқу болды бізде. Қорқандықтан адамдардан құрмет көрсеттік. Сондан кейін мүмкін кішкене өскенден кейін уже құрметтің не екенін түсінгенден кейін мүмкін уже оны біз іс әрекетке көрінді. Бірақ мен кішкентайымда қатты есімде tek kana korkanımız için, yani aralarında жақсы көрген нелерімізде болды кісілер, жақсы көргеніміз үшін. Бірақ ben жаңа басында айтқан едім, işte адам болғасын адамға құрмет көрсету керек. Ол кішкентай кезімізде tek қана қорқанымыз үшін құрмет көрсеттік. Солай құрмет. Бірақ аға сіз айтқандай қорқу сезімінен құрмет көрсету бар, бірақ жақсы көріп құрмет көрсету бар да. Егер бірақ адамның бойында жақсы көріп көрсеткен құрметі молырақ болады да, ол шынайы болатын сияқты да. Қорқу деген ол тек қана былай айтқанда 200-лікпен былай ішкі дүниеде ол қатты мән берілмейді деген сияқты. Сол үшін ең бірінші құрметтеу үшін ол не істеу керек? Значит, адам жақсы көру керек да, бірінші сыйлау керек деген сияқты. Ол мысалы жұмысын жақсы көретін болса, ол жұмысында сыйлайды. Ол жұмысындағы барлық былай айтқанда әріптестеріне құрмет көрсетеді. Ол жердегі жұмысына, ол жердегі даже материал заттарға да құрмет көрсетеді. Оларға қиянат жасамайды деген сияқты. Адам ең бірінші любой нәрсе жақсы көрген кезде ғана сол кезде шынайы былай құрмет көрсететін сияқты. Солай ғой да. Солай.
тек қана жақсы көріп емес, кейбір адамдарды адам болғаны үшін ғана құрметтеу керек. Андай сен танымау мүмкін, сен сразу жақсы көріп кетпейсің ғой, бірақ ол бір адам болған үшін, ол бір тұлға болған үшін сен оны құрметтеу керексің. Жаңағыдай үлкендерге құрметке байланысты біздің тоже көрген нәрсеміз ғой, неге түстік мектепке үлкен сыныптарға құрмет көрсетуіміз керек деген нәрсе. Біз көбінесе айтамыз кішкентайларға, үлкендер құрметтеу керексің, үлкендер құрметтеу керексің, бірақ кейде аттап кетеміз мына нәрсені, үлкендер де кішкентайларға құрмет көрсету керек деген. Мысалы, сен үлкенді құрметтесең, кіші сені де құрметтейді деп айтады ғой. А кіші құрметтесе, үлкен бәрібір сені айналып келіп құрметтейді. То есть бір круговорот бар да. Сол үшін тек қана кішкентайлар келіп үлкендерге сіз деу емес, мақсат үлкендер де кішкентайларды сыйлау. Андай бір-біріне не болу керек, қарама-қарсы болу керек да. Yani açsan böyle kitapları da bilmeyeyim. Өте үлкен нәрсе, яндай өте тонкий нәрсе. Temamız ben tikeli hazırda yani paylanırsa da bırak hazır sorak ben ne mi bilmeyeyim sakız kelime bırak adam dedi ömründe mesela biz Tuğan'da otomatik bir statü bolgan kişiler var mesela mama papa aje ata mesela ili nagaşı diyeyim mesela ülken kişiler. Sollar bizim ömrümüzde otomatik olan kişiler var. Biz onlarga onun statüsü var. Ülken kişi olan bizim hürmetliğimiz gerek deyip onlarga hürmetteysin. Aki bir adamlar özü cumus deyip özü bir yemek körsetip biri vırhaş bolgan, biri galın bolgan, biri özünşe bir neler gecetizleri jetkende al kişiler onun mümkün bilimine, gün oradaki kasiyetlerine tanısa da tanımasa da olan misal hürmet degeniniz de var. Tanımasa da adam. Onda hoca ol statü kişi ne deyip algan onu. Mesela vraç bolgan misal jaksı tanımalı, öte jaksı olay, mamandan jaksı bile de. Mugallim bolu mümkün. Başka ne de ömrümüzde de var ki kesesemiz kişiler men ili cumusunu kim bolsa da öte jaksı orantaytın kişiler mümkün onlar bir embektin arkasına sonra geldi o. İyi adamlar da soğan sol statüye de hürmet göstermemiz yani o işimizden otomatik çıkadı. Аға осында сұрақ қоюға бола ма сізге? Адамды жаңағыдай мамандығында мықты адал мықты маман болған үшін құрмет көрсеткен жақсы ма, или ішкі дүниясындағы қасиеттеріне қарай құрметтеген қайсы дұрыстау деп ойлайсыз? Мүмкін ол екеуі. Бір адал да, мысалы әділ бір кісі болады, бірақ ол қарапайым адам. Біреу мысалы жаңа сіз айтқандай мықты дәрігер, мысалы Қазақстан танымал дәрігер, мысалы өзінің жұмысында номер 1 деді ғой, мысалы мықты маман. Сол үшін құрметтей аласыз ма, или сіздің ойыңызша қайсы маңыздылау? Екеуі де дұрыс та, бірақ қайсы маңыздылау? Yani ol adamdın kalay eteyim, ol içinden otomatik ol çıkadı. Yani adamdaki jaksı kasiyetlerge hürmet ol da bizde kalay eteyim. Hiç kim işten aytmasa da ol bizim işimizden gelip soğan jaksı adamla hürmet görsetemiz. Bırak mamandığı jaksı bolgan kişilerde de ol kişi de mamandığı jaksı bolup onun kasında arına başka jaman neler bolsa misal özünü öte maktanış bolsa ili jokarı körse ili başka neler bolsa arına o asretleri de olan. Bırak olunda bir yembek var, o algan bir statüsü var. Her bir adamların içinden soğan da bir hürmet kelli yani hürmet körseti degen ne boladı indi bilmeyeyim. Apay sizin oyunuz alayım. Бәрібір бірінші адамгершілігі болған адамға көбірек құрмет көрсететін сияқтысың, себебі андай ғой, саған сондай отношение жасаған кезде сен бәрібір қаласаң да қаламасаң да сен ол адамға көбірек құрмет көрсетесің да. Мысалы күшті врач деп барасың, мысалы бірақ саған дөрекі сөйлеп тұрса, сен мысалы қаралғың да келмейді ғой. Деп мына жерден неға керек, біз сол үшін айтамыз, бізге құстың екі қанаты да маңызды, білімі де тәрбиесі де бірге болу керек деп. Себебі жаңағыдай да, мысалы мықты адам болуы мүмкін, мықты врач болуы мүмкін, бірақ бар, кет деп сөйлеп тұрса, например, сен қаралғың да келмейді да оған. Сол үшін екінші қанатты бірге алып жүру керек. Құрмет адам кейпінде болса, ол кім болар еді, сіздің ойыңызша? Sorak. Құрмет адам кейпінде болса ма? Жаңағыдай адамның бойындағы қасиеттер
бұл біз кейде теңестіреміз ғой. Мысалы деген айбатты десе бізге арыстанның бір кейпі келуі мүмкін да. Сол құрмет көрсететін мен ойымда мысалы деген теңестіретін болса жануарлардың ішінде мысық келуі мүмкін да. Неге десеңіз, мысықтың бір қасиеті бар. Олар деген мысалы тамақ сұрау мүмкін. Тамақ бересіз ғой, асырайсыз ғой, тамақ бергеннен кейін ол құрметті, ол тамақ берген адамға бермеу мүмкін да. Себебі ол былай түсінеді екен да, бір айтушылардың бойынша. Ол дейді да, нағыз бұл рызықты беріп жатқан дейді, ол мен жаратушым дейді. Ол адам, ол тек қана былай айтқан посредник беріп жатқан. Ол нағыз мен кімге рахмет айту керекпін, кімге былай шүкіршілік ету керекпін деген сенде, ол жаңағы осы беріп жатқан рызықты беріп жатқан жаратушы дейді, соған дейді, ол тікелей посредник емес. Мысалы не сияқты біреу сізге бір президент деген бір алғыс хат беріп жіберген болса, да, мысалы беріп жіберді сізге, и бір посредник әкеліп берді сізге, табыстады. Сіз ол алғыс хат алған кезде ол посредниктің ойбай аяғынан сүйіп, рахмет, күшті деп бүкіл нені ілтипатын көрсетесіз ба, или действительно сол алғыс хатты жіберген мемлекеттің президентіне ма деген сияқты. Негізі кім соған. И мысықтың сондай қасиеті бар екен да, мысалы итте ондай жоқ. Мысалы иттер қалай, ол кім тамақ береді, соның артынан жүгіріп жүреді, соған рахмет айтып жүреді да, былай айтқан кезде. Бірақ мысық те нағыз кімге екенін біледі да. Сол үшін былай айтқан кезде нағыз құрметтің былай иесін солар көрсететін сияқты да мысық. Білмеймін енді, балама ретінде дұрыс болды ма, бірақ маған солай бір ой келді. Нағыз кімге құрмет көрсету керек, нағыз сол адам білу керек та шынында. Айжан. Былай определенный бір адам ойыма келмей тұр. Бірақ осы уақытқа дейін, наверное, өмірімде көргендерден айта алатын адамдарым ең алғашқы, мысалы, Қазақстанға келіп мектеп ашқан ағайлар. Құрметтің ең күшті мысалын, өмірімде ең күшті мысалын солар көрсеткен сияқты да. Себебі оңай нәрсе емес қой, өзінің мемлекетін тастау, туған жерін, туған елін тастау, мысалы шақыртып, мысалы біз сіздерге осынша миллиондап ақша төлейміз деген жоқ та ешкім. Просто басқа ұлтқа қасындағы бауырларына құрмет ретінде өздерінің мемлекеттерін тастап келіп, осы жаққа біліммен біз сендерге көмектесейік деп келіп, осында мектеп ашқан ағайлар. Еще бәріміз білеміз ол кезде қандай жағдай болды да, Қазақстанда су жоқ, свет жоқ, ремонтты өздері істеген, өздері тамақты істеген, өздері жинаған бәрін, мысалы оқушыларды жатқызады, өздері барып уборканы өздері жасаған мектепте деген сияқты да. Мұғалімде болған, тәрбиешіде болған, техперсоналда болған деген сияқты. Бауырларына құрметті, наверное, менің өмірімде осы кісілер ең күшті мысалын көрсетті. Бәрін жасап, ешқандай мектепте, мысалы байқарған кезде, ешқандай мектепте ол ағайлардың аттары жоқ та, мысалы біреу ашқан кезде айтады ғой, мысалы Алтынсарин атындағы мектепте, мысалы, бірақ өздерінің атын еш жерге қалдырмағанда, бірақ просто келіп, бізге деген құрметтерінен келіп осындай жақсылық жасап кеткен. Яғни сол кісілер шығар өмірінде ең үлкен нәрсе көрсеткен. Ben eğer sorakta dürüstsem ben bir kişinin atını aytayım. Bu kişi Türkiye'de ömür sürgen kişi burunda toşna neyini bilmeyeyim kaçan ömür 800. yıllar bolu mümkün. Hoca Ahmet Yasavi'nin okuyuşları deyip isimde kaldı. Mevlana degen kişi var Türkiye'de. Mevlana degen kişi. Onun bulay bir sözü var. Kel dedi adamga. Adamga ayta batır. Ne bolsan da kel dedi. Kanday oyla bolsan da, kim bolsan da keleber dedi de. Sonra adam balası kızık arına. Adam dedi bir sırtka sırt şandan bizden batırmız bu. Hazır misal Mars'a kete batır ili yıldızlardan suretlerini sürü batır adam. Kete berette sırtka bulay. Günden güne jana neler men. İçki alemi de solay kişinin. Jana neler o şey teringe bulay kire versen adam içki dünyası bölük. Keybir nerseler misal ben 48 yaştamın keybir sözlerden manasını düşündüm deyip aytalmayım mümkün hala düşüngen yok. Hürmet sözüne de jana tüsünü batırman hala neyini. Misal o kel degen nerse de şimdi biz bulay jalpo jana sözde köp ayttık koy. Biz men bir oylaytın adamlarga hürmet görsetemiz. Biz men bir ulttan bolsa soğan misal içinden bölükte sonday oylaysın.
Бірақ анау кісінің айтқаны сен не болсан да дейді, басқа ұлттан да болсан, басқа пікірінде болса, не болсан да ол кел дейді мысалы. Енді hürmet meselesinde de ben bilmiyorum sol esime keledi. Yani ben adam bolgasın adamga ayttık koy adamga hürmet görsetmedim. Sol için benim aldığımda adam bolsa hürmet görsetir için ol jetkilikli siyaktı, layıklı siyaktı. Onu arına yani jana aytıldı. Jaman neleri bolsa, ol başka nerseler. Bırak normalde neler de aytamız Sivez'de bulay. Sol Mevlana degen kişinin onu hürmetmem ben hazır baylanıştırdım. Ol benim isime geldi. Solay isime düştü. Bilmeyin olduğunu acıkmaz. Bizden de жануар әлемден адамдар әлеміне қайтып келейік. Адамдар ретінде бір кісіні айта аламын. Былай маған шынында өмірімде былай бір ой қалдырған кісі десек те болады. Кезінде бір оқушы болғанды. Оқушы кезінде үлкен жетістіктерге жетті. Бізде лицейлерде олимпиада жүйесі орнатылған ғой. Дүниежүзілік олимпиададан орын алған бір оқушы болды. Кейін ол өте жақсы оқыды. Өте былай айтқанда сыпайылы, өте адамгершілігі мол болып оқу бітірді. Кейін басқа шетелде оқыды. Сол бір күні келген мектепке, сосын енді онда мұғалімдер бәрі құрмет көрсетіп жатыр, келіп оған айтқандай. Сосын бір бөлмеге мектепке қонам деп айтқан ғой, бір мектепте қонған. Сол кезде ол диванда төсек дайындап берген ғой оған деген. Бірақ бір күні дейді, сол жатып қалған, енді шамалдан может бірінші қажет болар деп бір тәрбиеші ме мұғалім кіріп бөлмесіне кірсе дейді, ондай жатқан жоқ дейді, аяғын созып дейді, бүйтіп шетте отырып ұйықтап жатыр дейді. Сосын жаңағыдай сіз неге солай істеп жатсыз, аяғыңызды созып жатпайсыз ба дегенде, жоқ ұят болады, қазір адамдар кірсе, мен аяғым созып жатқанын көрсе, былай құрметтік жасаған болармын дейді. Сөйтіп сондай да адам деген, былай қарасақ жетістікке жеткен, шетелде Америкада оқып жатыр, өте былай айтқан кезде өмірінде бір жетістігі бар адам, бірақ адамгершілігін жоғалтпаған да все равно. Сол адамға басқа біреуге құрметтік жасап қоям деген бір қорқынышы бар да. Сол үшін даже жатқан кезде аяғын созбаған да. Ол оқиғаны естіген кезде, былай айтқан кезде маған қатты әсер етті. Шынында дейсің, адамгершіліктің нағыз былай айтқанда бір шынына жеткен адам десек те болады. Ол адам былай бір тарихтағы адам емес, бір былай айтқан кезде тарихта болған осындай кісі деген емес. Арамызда бар да ондай кісілерді. Шынайы деңгейде адамгершілігі мол адамдар арамызда бар. Былай айтқанда, олар да апа айтқанда жандай кейбір біздің алғаш келіп ұстаздар мектептер ашқан кезде де ол адамдардың есімдері белгісіз сияқты. Бұл да былай айтқан белгісіз батырлар или қаһармандар деп айтуға болады. Олар да белгісіз, бірақ ондай адамдар бар да арамызда. Действительно, осындай оқиғалар естіген кезде жаңағыда болуға болады екен дегенде бір ой келеді. Неге болмасқа? Неге біздің оқушыларымыз болмасқа? Неге біз сондай болмасқа дегенде ой келеді. Мен тағы бір не есіме түсіп кетті. Мен оқушы кезінде түрік тілі мұғаліміміз бар етін, Юмазбей деген. Біз сабақ болатын болды, суббота күні оқитынбыз ол кезде. Ағай жұмысқа келе жатқан кезінде аварияға түскен. Қолы сынған, сразу больницаға барған, қолына гипс тақтырған. Сол қолында гипс, рубашкасынан кішкене қан не жағылған. Сонымен бірге сабаққа келген етін. Біз бәріміз шошып кетті, көрген кезде не болды деп сұраған кезде осындай авария болып қалды, ештеңе етпейді деді, дальше келді сабақ түсіндіре берді. Сосын айтты, мен сабағымды тастап кете алмайтын едім, потому что бұл сендердің уақыттарыңа деген құрметсіздік болатын еді. Сендердің уақыттарыңды құрбасқа алатын едім мен деп, сондай жағдайда болса да бізге келіп сабақ өткен еді. Жаңа есіме түсті тоже. Сондай қаһармандар бар арамызда. Ондай адамдар бар еді. Құрмет туралы басыңыздан өткен, немесе біреуден естіген ең ерекше оқиға туралы айтып берсеңіздер. Ben kıskaça özüm aytıp vereyim onda kezekte Avustralya. Ben kişkentay kezimde tura sözlerde bilmeyim bırak bir kişi mağan ülken kişi, menden ülken kişi mümkün terbiyecim boldan çıkar ili toştuna esinemez hazır. Olmagan bir dama ayıttı ananı casa deyip ben olan karşı nettim.
Sosun köp yıllar öttü. Tura sol diyalog siyaktı. Ben terbiyeci siyaktı bir balalardan basında bir jerge bargan edik. Ben bir balaga bir deme ayttım. Kanşa yıldan keyin sol sözü öte uksas sözü olmagan kaytardı. Benim aytkan sözümü misal 10 yıl moşt oldu. Ben kişkentay kezimde. Sırası ben o yesime geldi. Bot dedim ben bunu aytkan edim. Ol kisi magan bulay aytı batırdı. Kızık oldu vapşe ömrümde solay bir yurtka. Yani çaksılıkta, jamanlıkta yani hürmetli bir Sonra birege sen ne ko'rsatasiz başkalardan sonra. Андай ne yekseng sonra orasın. Sen bireyden hürmet kütsen, birinchi o'zing Jaksı misal emas, bırak sonra gördük indi. Solay oldu. Evet. Енді мен бағана оқиға айтып кеткен сияқтымын деймін басымыздан өткен. Жалпы енді біз лицейге дейінгі өмір бар, лицейден кейінгі өмір бар да, жалпы сондай бұл қалыптасып қалған. Біз лицейге дейін ауылда оқыдық, мектепте. Сол жақтан үлкен балалар болады, жоғары сынып балалары саған никогда былай айтқан кезде сіз деп айтып көрмеген да. Лицейге келгенде жоғары класстың оқушысы жаңа апай айтқандай кішілерге де құрмет көрсету керек, үлгі болу керек мәселесі бар ғой. Үлкен класстың оқушылары да төмен класста сіз деп сөйлеген да. Ол қатты әсер етті да шынында. Енді жоғары класстың оқушысы былай айтқан кезде сізге сіз деп сөйлеп жатқан кезде сіз оған да кіші класс ретінде сіз деп сөйлейсіз ғой ол кезде да. Олар үлгі болды да, сіз деп жаңа құрмет көрсетудің қалай болу керек екенін көрсетті бізге. Сол шында әсер етті бізге. Андай қатты алысқа бармақ болсақ та негізі көп нәрсені өзіміздің нелерден ғой, ұлттық құндылықтардан алсақ болады. И так та бар ғой бұл нәрселер негізінде бізге андай үлкен кісілеріміз бұл нәрсенің бәрін көрсетіп кетті. Ата әжеге құрмет деген мысалы бәрін айтып кетті да. Қарапайым кімнің оқиғасы да мысалы Абай жолы да солай басталады ғой. Абай жолы басталған кезінде Абай оқудан қайтады. Қайтып келіп аттан түсіп мамасын көреді, сразу мамасына жүгіреді. Мамасына жүгіріп барған кезінде түсі суық болады да айтады. Сразу қолды құшақтап алса болады ғой, негізі ана ғой, бәрі баласын қатысаны. Бірақ айтады, тоқтатады да, бірінші әкеңе барып сәлем бер деп айтады да. Абай жолының басталғандағы просто бірінші бетінен ақ негізі алуға болады бұл нәрсені. Бірінші әкеңе барып амандас, содан кейін барып келесің дейді. Одан кейін әкесіне барады, одан кейін әжесіне барады, сосын барып мамасына келеді. Қарапайым біздің өзіміздің негізінде кітаптардан да бұл нәрсенің бәрін алсақ болады. Алысқа барып шетелдің оқиғалары мынаяқтан андай болды емес, біздің өзіміздің тарихымызда бұл нәрсенің бәрі көрсетіліп кеткен сияқты. Сонымен біздің алғашқы подкастымыздың шығарылма соңына жетті. Өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бөліп, бізге келгеніңіз үшін көп рахмет. Сіздерге рахмет. Сіздерге рахмет. Сіздерге рахмет қыздар. Өте жақсы бір ой, шынымен өте жақсы болды. Дұрыс білмеймін, жақсы ойларымызды жеткізе алдық ма, жеткізе алмадық ма? Бірақ ойларыңыз өте орынды. Бір адамға да болса пайдалы болсын деген ниетпен. Сол істеріңізге жеміс тілейміз. Бұның жалғасы болсын, Құдай қаласа. Шында пайдалы осындай подкасттар шыға берсін. Енді біз пайдалы бола алдық па білмейміз оны. Бірақ сол қолымыздан келгенше түсіндіруге тырыстық. Енді үлкен ауқымды тақырып негізі бүгінгі. Ол жай бір сағатта да даже бітпейтін әңгіме да. Бірақ сол қолымыздан келгенше жасауға тырысты деп ойлаймыз. Рахмет сіздерге, ұйымдастырған істеріңізге берекет берсін. Рахмет. Çok güzel anlattınız. Gitti herhalde. Oldu mu? Ah kızlar.